Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте керемет, оп-оңай дайындалатын сосиска в тестенің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге бар болғаны керегі қатпарлы қамыр және сосиска қажет. Қатпарлы қамырымызды жайып аламыз. Қамырларымызды теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен бүгін 8 сосиска в тесте жасаймын. Осылай асыққан кезде жасасаңыздар өте жылдам дайындалады. Енді қамырымызды сосискаларымызға орап шығамыз. Достар, осы сосиска в тестені жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Өте керемет болып шығады. Оңай әрі жылдам дайындалады. Пергамент қағазымызға орналастырып аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 200 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай өте керемет сосискаларымыз пісіп шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеоларыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.